Достар, бүгін біз өте керемет, үлпілдек, дәмі тіл үйретін осындай кекстер жасайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын лайк қойып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Достар, ол үшін бізге осындай ыдыс керек. Енді біз осыған ең бірінші ингредиентіміз осы сгущенканы ашып, осының ішіне салатын боламыз. Достар, енді біз осы сары майымызды ерітетін боламыз. Біз сары майымызды құятын боламыз. Достар, енді осы екі массамызды араластыратын боламыз. Сіздер өздеріңіз вилкамен араластырсаңыздар болады, бірақ та мен осы венчикпен араластыратын боламын. Достар, сосын осындай 3 жұмыртқа керек. Енді осы 3 жұмыртқамызды қосатын боламыз. Енді осы ұнымызға біз қосылтқышымызды салатын боламыз. Мінекей, ал енді келесі бізге шым-шым тұз салу керек. Енді осы массамызды бөлек араластырып алатын боламыз. Достар, ал енді осы құрғақ массамызды біздің сұйық массамызға 2-3-ке бөліп салатын боламыз. Себебі біздің кекстарымыздың ішінде бізде түйір-түйір ұн болып қалады. Сол үшін де біз осы құрғақ массамызды 2-3-ке бөліп салатын боламыз. Достар, енді біздің осындай массамыз шықты. Осы массамызды біз осы формаларымызға салатын боламыз. Достар, міне біз осы бүкіл формаларына салып біттік. Енді осында 180 градусқа пешке 20-30 минутқа салатын боламыз. Достар, мінекей бізде пісті. Достар, бізде осындай керемет кексті дайын болды. Егер де видеоны лайк қойып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.